Қайырлы кеш, менің алтын қолдаушыларым. Күндеріңіз берекелі болсын. Кеш болса болды, әйелдер қауымының кешке не тамақ істейміз деген кішкентай ғана бір уайымымыз бар, Инстаграмда ақтарып отырсам, бір блогер қуырдақ дейміз бе, әлде сірне дейміз бе, жасалу жолы басқаша екен. Кола қосқан екен. Мен кола зиян ғой деп, орнына анар суын қосып жасап көрейін дедім. Бірақ менде қазір басты уайым бұл тамақ емес. Мен Қырғыз еліне жұмыс бабымен кетіп бара жатырмын. Уайымдап жатқан себебім, бір қолымда үлкен дорожныйым бар, бір қолымда дәу коляскам бар. Иығымда 2 жасар ұлыммен бірге кетіп бара жатырмын. Бір Аллаға тәуекел етіп, әрекетке берекет деп жолға шығып жатқан жайым бар. Алтын қолдаушыларым, мен үшін әрдайым дұғада болып, мені қолдауларыңызды сұраймын. Аллах тағалам пайғамбарымыз саудасын беріп, жұмысымның берекесін берсін. Айтқандай, менің Инстаграм парақшама қосылып, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Сіздер және Қырғызстаннан не нәрсені түсіргенін қалайсыздар, соны да жаза кетіңіздер. Сіздерге әңгіме айтып тұрғанда, менің де тамағым дайын болып қалыпты, ас болсын.